Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ең дәмді торттардың бірі Фуфи пай тортының рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен торттың коржын дайындау үшін сары майға қара шоколадты қосып, екеуін водяной баняда немесе қысқа толқынды пеш, яғни микроволновкада жақсылап ерітіп аламыз. Және құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқаны жарып, жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқа бөлме температурасында болуы қажет. Оның үстіне дәміне қарай қант қосамыз. Және барлығын жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқамыз ағарғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Міне біздің жұмыртқамыз дайын болды. Енді оның үстіне ванилинді қосамыз. Яғни қош иіс беру үшін ванилинді қосқандарыңыз жөн. Оны да жақсылап миксерлеп аламыз. Оның үстіне ерітілген сары майды құямыз. Сары майдың майлылығы 70 немесе 80%-дан кем болмауы қажет. Оның үстіне ерітілген шоколад пен сары майды қосамыз. Барлығын тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің массамыз толықтай дайын болу үшін оның үстіне ұн, какао және қопсытқышты қосып, барлығын бірге біріктіріп араластырамыз. Барлығын жақсылап електің ішінде араластырып аламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізе отырып, жақсылап массамызға қосуымыз қажет. Барлық ұнды бірден қосуға болмайды. Сондықтан біртіндеп осылай қосатын боламыз. Және оны жақсылап миксерлеп алуымыз қажет. Осымен біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны жақсылап пісіріп аламыз. Корждарымызды 4 бөлікке бөлеміз. Қызып тұрған пеште 5-7 минутта жақсылап пісіріп аламыз. Енді торттың кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін біз салқындатылған кілегейдің үстіне қант қосып, кілегейді жақсылап қоюландырып аламыз. Кілегейді қоюландырып алған соң, оның үстіне творожный сыр мен маскарпонені қосып, екеуін жақсылап миксерлейміз. Кремді жақсылап миксерлейміз, ол өзінің формасын ұстайтындай қою болуы қажет. Міне осымен біздің креміміз дайын болды. Дайын болған кремімізді алып, кондитерлік қапшыққа саламыз. Осылай кремімізді салып аламыз. Енді тортымызды жинақтаймыз. Суыған корждарымызды қойып, тортымызды жинайтын боламыз. Міне біз тортымызды жинақтап болдық. Енді оның үстіне шоколадный ганашты жасайтын боламыз. Ол үшін шоколад пен сары майды жақсылап ерітіп алу қажет. Біздің ганашымыз дайын болды.
ганаш өте қатты ыстық болмауы қажет, сондықтан да кішкене суытып алыңыздар. Себебі біздің креміміз еріп кетуі мүмкін. Осымен ганашымызды толықтай торттың бетіне жағып шықтық. Енді өз қалауларыңызша торттың бетін әсемдесеңіздер болады. Мен торттың бетін клубникамен әсемдедім. Тортымыздың бетін толықтай әсемдеп болған соң, оны тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып қойғанымыз дұрыс. Осымен біздің вуби-пай тортымыз толықтай дайын болып шықты. Міндетті түрде мен рецептімен жасап, ауыз тиіңіздер. Сіздерге видео ұнады деген үміттемін. Барлықтарыңызға ас болсын.